Құрметті Шырайлы Шымкент тұрғындары, менің есімім Гүлжан Алжан. Міне, біздің қаламыздан да жылдам оқу жадыны дамыту G-Smart School орталығымыз ашылды. Хош келдіңіздер. Жылдам оқу жадыны дамыту бізге не береді деген сұрақ туындауы мүмкін. Өте орынды сұрақ. Жылдам оқудың жадыны дамытудың шексіз көп мүмкіндіктері бар. Солардың мен сіздерге қазір 10-ын түсіндіріп берейін. Бірінші, балаңыз жылдам оқу курсына қатысу арқылы өзінің назарын бір жерде ұстауды үйренеді. Көптеген ата-аналардан естіп жатамыз, баламның ойы шашыраңқы, бір нәрсеге тиянақты емес деген сияқты. Яғни назарымыз қай жерде болса, энергия сол жерде, фокусты бір жерде ұстауды үйренетін болады. Екіншіден, жылдам оқуына қатысу арқылы оқу жылдамдығын арттырады. 2-3 есе оқу жылдамдығын арттырады. Ол не үшін керек? Тек қана ол бастауыш сынып оқушыларына емес, жоғарғы сынып оқушыларына да, үлкен кісілерге де ол қажет нәрсе. Қазақстанда бізде ондай стандарт қойылмаған. Мысалы, шет елдерде, дамыған елдерге қарайтын болсақ, жұмысқа аларда, яғни университетті бітірген ересек адамдар кеміне минутына 500-600 сөз білу керек, оқи алу керек екен. Ол не үшін керек? Сонда алған қызметкері көптеген ақпараттарды жақсы қабылдап, оларды тез-тез игеріп алу үшін керек екен. Өйткені жан-жағымыздың барлығы ақпараттарға толы қазіргі заман. Және үшіншісі, бұл тек қана жылдам ғана, тез ғана оқып қоймайды балаңыз. Ол оқыған кітабын, мәтінін түсіне алады және талдау жасай алады оған. Төртіншіден, кітаптарға деген қызығушылығы артады. Естіп жатамыз, кітап оқымайды балам, немесе оқып жатса ұйықтап кетеді деген сияқты. Сол проблемаларды шешеміз. Егер кітапқа деген қызығушылығы артса, білімге деген қызығушылығы артады. Жақсы білім алса, жақсы оқу орындарына түсе алады. Жақсы оқу орындарына түсе, жақсы жұмыс таба алатын болады. Одан кейін, бесіншісі, үй жұмыстарын өз еріктерімен орындамайды. Үй жұмысын орында деген кезде бала ыңқылдап, деп зорға деп орындайды. Сол проблеманы шешеміз. Бала ата-ананың айтуынсыз үй жұмыстарын өзі орындайтын болады. 5 болды. Енді алтыншысы бізде нейрогимнастикалық жаттығулар арқылы бала есте сақтау қабілетін арттыратын болады. Қазіргі кезде біз оқушылар үйге берген тақпақты, мәтін болсын, берілген тапсырманы сабақта 5 алу үшін, баға алу үшін ғана оқып, сол моментте ғана жаттап алады. Есіктен шыққан кезде, мектептен шыққан кезде ол нәрсені ұмытып қалады. Ал бізде есте сақтау қабілетін ұзақ мерзімге сақтау жолдарын үйретеміз. 7-ші, шет тілдерін үйренуге бұл негіз болады. Яғни шет тілін үйрену не үшін керек? Бір тілді білген бір адам дейді, 2 тілді білген 2 адам дейді. Егер тарихқа жүгінетін болса, Абу Насыр Әл-Фараби атамыз, бабамыз 70-тен аса тіл білген дейді. Сөйтіп өзінің білімге деген құштарлығын, дамуға деген құштарлығын бізге өнеге ретінде, тастап үлгі ретінде көрсетіп кеткен. Тек қана бер жақтағы, мысалы, алаш зиялыларына қарайтын болсақ, ол жерде де 7-9 тіл білген бабаларымыз, аталарымыз бар. Сұруған кезде бала білген нәрсесін ұмытып қалмай, өзін байсалды ұстап, соны тапсыру жолдарын үйретеміз. Сонымен қатар біздің курсымызде нишке, КТЛ-ға дайындаймыз. Тілдерден ағылшын, шет тілдерін үйретеміз. Баланың тіл байлығы дамиды, ал басқа адамдармен қарым-қатынасы жақсарады. Тіл байлығын, мысалы, қазақ мақал мәтелдеп тұрған балаға не жетсін, мақалдап, өзінің өлеңдетіп, сөз сөйлеп, басқа адамдардың алдында қысылмай, көптің алдында өзінің ойын еркін жеткізу білу тәсілдерін үйретеміз. Одан кейін 10-шысы креативті дамыту. Креатив дамыту не үшін керек? Баланың егер креативі дамыған болатын болса, кез келген проблема, кез келген мәселе алдынан шыққан солардың барлығын оп-оңай жол тауып шығып кететін болады.
Балаңыздың болашағы сіздің қолыңызда, құрметті ата-ана. Берілген білімдеріміз сапалы болу үшін орын саны шектеулі, балалар саны шектеулі болады. Қазір бізде жеңілдіктер жүріп жатыр. 2 наурыздан бастап сабақ басталады. Хабарласыңыздар, тез тіркеліп алыңыздар. Жеңілдікті пайдаланып үлгеріңіздер.